Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 1836-38 жылдардағы Бөкей ордасындағы қазақтардың көтерілісі. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға беру, 1836-38 жылдарда болған ұлт-азаттық көтеріліс барысындағы тұлғалардың тарихтағы орнын талдау. Картаға қарасаңыздар, Жайық пен Еділ өзенінің төменгі ағысында 1801 жыл Бөкей ордасы құрылғанын байқаймыз. Ол арнайы қызыл түсті сиямен берілген. Исатай мен Махамбет көтерілісі Бөкей ордасында 1836-1838 жылдар аралығында болды. Көтерілістің басшылары Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы туралы айта кететін болсам, Исатай 1791-1838 жылдар аралығында өмір сүрді, Махамбет 1803-1846 жылдар өмір сүргенін байқаймыз. Көтерілістің себебі: жер мәселесі, Жәңгір ханның әділетсіздігі, Жәңгір хан қайынатасы Қарауылқожа Бабажанұлын Каспий өңіріне хан сайлауы, салық енгізілді. Көтерілістің мақсаты: қан озбырлығына шектеу қою, әскери бекіністердің салынуын тоқтату, шаруалардың жағдайын жақсарту, жер мәселесіндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатын өзгерту. Көтерілістің қозғаушы күштері: шаруалар, старшындар, билер. 1836 жылғы ақпанда көтерілісшілер Жәңгір ханға қарсы ашықтан-ашық шабуылға шықты. Мұның басты себебі Исатай Тайманұлының хан ордасына қыр көрсетуі болды. 1836 жылдың күзінде Исатай Тайманұлы әртүрлі рулардың ауылдарын аралап жүріп, Жайық қазақ әскерлерінің иемденіп отырған жерлерін өз беттерінше тартып алуға шақырды. 1837 жылдың жазы мен күзінде көтерілісшілер ірі байлардың ауылдарына шабуылды күшейтті. Сол жылы күзде құрамында 200 сарбазы бар жасақ Қарауылқожа Бабажанұлының ауылын шауып, күл-талқан етіп кетті. Исатай Тайманұлы бастаған көтерілісшілер 1837 жылғы қазан айының аяқ кезінде хан ордасына 10 шақырымдай жақын келді. Жәңгір хан да оның төңірегіндегілер де қоршауда қалды. Шиеленістің қан майданда шешілетін уақыты таяп келді. 1837 жылдың 15 қарашасында Тастөбе деген жерде көтерілісшілер мен жазалаушы отрядтар арасында кескілескен қанды шайқас болды. Көк сүңгіні шебер пайдалана білудің, жарамды жақсы аттарды таңдап мінудің, шайқас өткен жер жағдайымен бес саусақта жақсы таныс болу нәтижесінде көтерілісшілер ұрыстың алғашқы жартысында басымдық танытып, едәуір жеңіске жетті. 1837 жылдың желтоқсанында көтерілісшілер Жайық өзенін кесіп өтті. Сарайшық бекінісіне сұлтан Баймағамбет Айшуақұлы 80 қазақ және өзінің адамдарымен көтерілісшілердің соңына түскенін байқаймыз. 1838 жылы Қиыл және Ақбұлақ өзендерінің бойында көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында шешуші шайқас өтті. Осы шайқаста көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлы қаза тапты. Көтерілістің жеңілу себептері: біріншіден, көтеріліс алдын ала ұйымдаспаған, екіншіден, екі бағытта соғыс жүргізілді, үшіншіден, қару-жарақтың жоқтығы, көтерілісші санының аз болуы, төртіншіден, патша үкіметі жазалау отрядының күшінің басым болуы. Көтерілістің тарихи маңызы не дейтін сұраққа біз бұлай жауап береміз. Салық мөлшеріне шек қойылды. Қазақтардың отаршылдыққа қарсы ірі бас көтеруі болды. Ұлт-азаттық сипаты басым болды. Жәңгір хан көтерілісшілердің талаптарын орындауға мәжбүр болды. Старшындардың пікірімен санаса бастады. Көтеріліс басшыларының ұрпақтары өз батырларын, ерліктерін мәңгі есте қалдыру мақсатымен олардың есімдерін бірқатар қала, көшелерге қойды. 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының туғаны 200 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті.